Балалар, бұл білім ордасы мектеп. Бұл мектепте сендер оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Алтынсарин қазақтың жарықшамы, ойлайтыны аяулы халық қамы. Қалың қардың жібіткен мұз денесін, Алтынсарин аңқылдақ алтын күрі. Бейті оның тобылдың жағасында мүсіні тұр Қостанай. Алсуадық, жыр жазып дала жайлы ән шығардық, сол сумен қаталаған шөлді басып, шығып тұр қазағымның дауысы анық. Жарайсыңдар балалар. Стамбулға қайры, сағасаны салғалар, мұқаған жерді, қарағанда қарғалар. Иіліп, басырып сәлем береді. Оған қарсы әргі үлкен. Ол екі кісінің біреуі әлсіз ауру екен. Екіншісі мықты. Аха ұқырып шаршадым депті. Батима күліп әзілдесіп келеді. Салқын тұп-тұнық суы бар екен депті. Алтынсариннің туған жері. Асыл шөп деген әңгімесінде адамның ең асыл қабілеті деп көрсетеді.